Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Қазір осы құраққа біз суын тігетін боламыз. Суды мен 12 сантиметрден алдым. Бізде ортамыз 60. Судың түгін астыға қарай қаратамыз, түйреп аламыз инемен. Өйткені ол созылып, шеті не көп мата жиналады. Мынандай екі тігісті екі жаққа қарай құлатып тігесіздер. Мінекей, сонда дүп түзу болып әдемі болып көрінеді. Көрдіңіз бе? Дүп түзу. Екі жаққа құлағаннан кейін тегіс болып тұрады астыңғы құрағыңыз. Закрепка беріп тұрасыздар, если что, ортасында. Так, екі жағын суын тігіп алдық. Енді үстіңгі екі кішкентай жағын тігеміз. Мен ол екі басын соңында тігемін. Сол кезде әдемі болып көрініп тұрады. Бұны да инемен түйреп аласыздар. Созылып кетпейді. Керектісі ғана тігіледі. Тігіліп жатыр. Бұның да түгін асты қаратасыз. Сонда барлығы айланып, бір направлениемен жүреді түктері. Менің каналымда осы құрақты құрайтын видеолар бар. Соны көрсеңіздер болады. Комментарийға жазып кетіңіздер ойларыңызды. Мінекей суын тігіп болдық. Қазір астарға тігетін боламыз. Мінекей столдың бетіне әдемілеп жайып алдық. Сіздер сұрайсыздар, астар мата неге жиналып кетеді деп. Оны осылайынан тегістеп жатқызып, бір-біріне теңестіріп алыңыздар, инемен түйреп алыңыздар. Сол кезде жылжымайды, әдемі бір қалыпты тігіледі. Астыңғы мата менде бамбук матасы. Однотонный, осы фиолетовыйға подцвет қылып алдым. Қазір шетін тігіп аламыз. Бір шетінен аузын қалтырамыз. Шеттерін тіктік. Лишнейін кесіп тастадық та оверлоктадық. Оверлоктадық. Бұлайынан көрінеді сіздерге. Болды. Осымен енді ішіне мақтасын саламыз да клиенттің қолына береміз. Осы құрақты сіздер құрадыңыздар ма? Осы видеосын көрдіңіздер ме? Көрсеңіздер комментарийға жазып кетіңіздер, ұнады ма? Менің методым сіздерге оңай ма екен үйренгенге? Бұл жерде бізде королевский велюр. Сау болыңыздар.